Саддәулет, Аягөз, және сіз енді бірден жаңа ғана айтып қалдыңыз, түсінбей қалдық. Неге нақты дәл сол уақытта айттыңыз? Әлде ашуымызға тиіп кетті ме бір дүние? Түсінбей қалдық, сізді тыңдап тұрмыз, асықпай айтсаңыз. Түсінгеніміз бойынша негіз сізге Саддәулет сыртта басқа, іште басқа. Сыртта басқа, іште басқа. Іште как будто бір дос сияқты көрсетеді адамдарға, а бірақ сыртта мүлдем басқа. Сезім білдіреді. Хабарласқанда басқа, әңгіме басқа, а бірақ ішке келіп басқаша сөйлейді. Мына таза өтірік Баласахан. Просто даже мен түсінбей қалам Баласахан ше, өзімді кінәлі сезінемін да. Айналаның барлығы жаңағыдай ғой әңгімелері. Аягөз қызғанып қалды, Аягөз бүйтіп қалды. На самом деле олар нақты не болып жатқанын білмейді да. Мен кешеде біз тамақтануға барған кезде біз қатты ұрысып қалған болатынбыз Ринатпен ше. Ринат та сол жерде отырған кезде үміткері болды Саддәулеттің. Сосын мен енді Саддәулеттің үміткеріне қарап жаңағыдай спокойно отыра бер, барлығы жақсы деген сияқты айтқан едім. Ринат келіп, ішің өртеніп баратыр ма, қызғанып баратсың ба дейді. Мен просто ол жерде жылап жүргенім, Ринат мырза, ол жерде сіз нақты білмейсіз, кімге қандай сөз айтып жүргенін. Түсінесіз ба? Баласахан. Демек, Саддәулет сізге үміт беріп жүр ма? Баласахан. Солай. Иә. Сыртта сезім білдіреді. Сыртта басқаша сөйлейді, ішке келіп басқаша. Ринат, кеше не әңгіме болды? Баласахан, мына жерде әңгіме мынандай ғой. Саддәулет, кеше үміткер келді, міне Айдана келді. Қалай кімнің Аягөздің настроение түскесін сыра кеше байқалды. Мен бетіне айттым, мен шындық болса мен бетке айтамын. Айдананың қандай қатысы бар? Мысалы кеше мына жерде айтып өттік қой, Айдана мен Саддәулет бірге өтті. Одан кейін үміткер келді. Мен Аягөздің бұрынғы алдына келіп жүрген жүзі кеше көрінген жоқ. Ашулы өзіне өзі. Мен оны балағаттаған жоқ, дымда деген жоқ, бір сөзге бола жылап қалды. Потому что көрініп тұр да Саддәулет қызғанатын. Ол егер Саддәулетке сезімі болмаса, қызғанбаса, үміткері Ерам мына жерде келіп, Аягөз, сен Саддәулетпен сөйлеспе дегенде, сен сол жерде сөйлеспейтін едің. Өйткені сенің нең шындығың, сенің Саддәулетке деген сезімің шындық. Айдан анық нәрсе ол. Өзің тарапынан айт. Екеуі де сөйледі, Баласахан сөйлейші. Қазір сөйлес, сұраймыз мен сізден. кеше неге көңіл күйім болмады? Мүмкін сіз шынымен байқаған шығарсыз, көңіл күйім болмағанын. Потому что сыртта басқаша сөйлейді да, бірақ ішке келіп Айданаға басқаша қарайды да. Мен вообще жынды болып қалдым негізі. Айданаға қалай қарайды? Сіз көріп жүр. Аягөз. Білмеймін, кімді жынды қып жүр, или өзі не істейтінін білмей жүр ма? Біріншіден, мен не істеп не қойып жүргенімді прекрасно білем. Одан кейін екіншіден, мен сыртта Аягөзге сезім білдірген жоқпын. Төбемде бір Алла тұр деп айтайын, мен басқа амалым қалмады Баласахан. Мен төбемде бір Алла тұр, мен сыртта барып Аягөзге мен саған сезімім бар деген сияқты әңгіме айтпағам. Және де бірақ нәрсе болған. Бірақ ситуация болды, ол бір апта бұрын. Просто сыртта басқа әңгіме айтады, ішке келіп Айдананың қасына жүреді да. Мен просто түсінбей қалдым да мына жерде. 2 күн болды. Баласахан, айтсам ба, айтпасам ба, айтсам ба, айтпасам ба, мына жаққа келіп TikTok түсіреді, басқа қылады. Ол көзіме менің жақсы көрініп жатқан жоқ та. Айдана. TikTok түсіреді дейді, басқаша көрінеді деп жатыр. Енді кімге қалай көрінетінін білмеймін. Бірақ енді мысалы Саддәулеттің тарапынан кейде не істеп жатсың деген сияқты жазатындар бар да. Жазып жүрміз сізге. Мен ойлаймын, барлығына осындай бірдей қарым-қатынас шығар деген секілді. Әріптес болғаннан кейін сізге жазып тұрады. Көп емес, бірақ Баласахан, кеше мен жазған болатын өзім Айданаға. Потому что ауырып қалған екен. Содан кейін мен тұрдым да, типа, жағдайың қалай? Мен кондер қатты суықтың астында қалып қалдым деген сияқты сондай нәрселер болды. Типа, дәрің іштің ба, ұйықтадың ба деген сияқты нәрсе ғана жазып жіберген болатын. Басқа еш нәрсе жоқ. Енді Баласахан, Аягөз жаққа келетін болсам, енді мен былай қысқаша былай айтып берейінші өз сөзіммен. Енді мен мүмкін білмеймін кімге қалай көрініп жатқанын, бірақ мен ол нәрсені достық деп қабылдадым өзім. Мен қандай әңгіме айтсам да, әзіл айтсам да, мен тек қана достықтың шеңберінде деп ойладым. Мен Аягөз менен үміттеніп қалады, болмаса маған қайтадан ғашық. Жаңадан келген қыздар көп қой біздің арамызда. Қыздар сіздерге айтқым келеді, бұл кісі солай бастайды, жайлап, байыбына тартып, кішкене анау білдірмес үшін ше. Жоқ, барлығына солай қарайды ғой, барлығымен амандасып жүр, бәрімен TikTok түсіріп жүр деген сияқты. Алдында Аягөздің өзі алып ішіп қорғап отырады ғой. Жоқ, Саддәулет мынандай, мен досым мынандай деп. Мен сол кезде айттым, бұл кісі мойындамайды, айтарын айтып алады, намек беріп алады, құйтырқы жоспар құрып алады. Бірақ сол нәрсесін соңына жеткен кезде қызды бері қаратып алғаннан кейін ол жоқ болып кетеді да. Бұл кісіге андай болу керек. Жаңа Айдана кішкене жеткізбей жүр ғой. Сонда бір қол жетпестер ұнайды да енді бұл кісіге. Сол үшін Аягөз кішкене сәл иіліп
сәл бір байыбына түсіп қалса, жоқ сен маған керек емессің дейді. Бірақ арасында тағы да сен мен анама ұнайтын сияқтысың деп қыздың ішінде ол кез келген қыз баласына ол сезімнен де жоғары кәдімгідей бір ұсыныс қой негізі балауса ханым. Білмеймін, кез келген қыз баласы оны көңіліне алып қалады и түнде бір жатқанға шейін ұйықтағанға дейін ойлап түсінде көріп кетеді ғой кейбір қыздар тіпті. Сол себепті қыз баласына ондай жасау дұрыс емес деп ойлаймын. Айнұр? Иә, балауса ханым, мен мына жерде айтып жатыр ғой, қыздар действительно осылай үміттеніп қалады деген сияқты. Аягөзден бастапқыда сұраған кезде Аягөзде басында жоқ деп тура осы Айдана айтқандай тура осы күйде отырған. Бірақ мен былай айтайыншы, Саддәулетке кейде қарағанда ана колобок ертегісі бар ғой, сол есіме түсіп кетеді. Неге десеңіздер, мен Айгүлден де қаштым, мен Заринадан да қаштым, мен Аягөзден де қаштым деп отырған сияқты қазіргі күйі. Себебі енді білмеймін, қыздарға бір басында бір қадамын жасайды, одан кейін жоқ, менде сезім болмаған, жоқ, ол тек қана сыйластық деп. Алдында Айгүлмен ситуация болған кезде мен айтқам,